биікке көтеріліпті. Демек Айдахар берген жаңа күшімді сынайтын кез келді. Бұл қабілетімді түкке тұрғысыз қарсыласқа құртқан обал. Бірақ ештеңе етпес, тағы бір артықшылығым бар ғой. Арыстан бар. Қажет сәтте шақырып алам. Әзірше күте тұрайын. А? Бізді біреу аңдып жүрген сияқты. Ей, кім болсаң да бері түс! Ей, тоқтай тұр, ол қорқынышты біреу болса ше. Азықпа, қазір онда кім тығылып тұрғанын білеміз. Қане. Қаһармандарымыз келіпті ғой. Сәлем, балалар. Бұл қу түлкі ғой. Мұнда не істеп жүрсің? Алдымен ерліктеріңе, батырлықтарыңа тәнті екенімді айтқым келген. Кейіннен бірден іске көшейік деп шештім. Биік көтеріліпсіңдер. Сол үшін марапат ретінде әр қайсыңның асқақ армандарыңды орындай алам. Мұның бәрі жалған, жетер. Бөлтірік досым, саған көп бауырсақ пісіріп берем, тосап та берем. Тек есіңді жейші. Бұғышақ, күшіңді дәлелдеудің қажеті жоқ. Сен онсыз да күштісің. Аққу, галлюцинацияға сенбе. Бұл ойыншықтар өтірік. Алуша, саған онлайн кітаптарға 1 жылдық жазылым сыйлаймын. Ақымақ балалар. Сендерді алдау мүмкін емес. Жарайды. Бұлай болғанын қаламап едім. Сендерден құтылуға арыстан көмектессін. Түлкі маған ешкімді жіберме деп бұйырды. Неліктен қу түлкінің айтқанын орындап жүрсіз? Түлкіден мықты аң жоқ екен. Сондықтан да оның алдында бас идім. Оны көрген жанның бәр зәрелері ұшып, қаша жөнеледі. Түлкі сондай мықты болса, неге Айдахарға қызмет етеді? Түлкі атақты ертегідегі айланы пайдаланып, сізді алдап түсірген ғой. Ертегідегі? Ол ертегіде оқиға былай өрбіді. Түлкі арыстанды кездестіріп, мен сенен де қорқыныштымын дейді. Арыстан оған сенбейді. Себебі өзі үлкен әрі күшті аң ғой. Содан қу түлкі оны орманға ертіп апарады. Оларды көрген барлық аңдар зәре құттары қалмай қаша жөнеледі. Осылайша арыстан түлкіге сеніп қалады. Шындығында аңдардың бәрі арыстаннан қашқан еді. Демек, мені алдапты ғой. Қап, ары қарай қалай өтеміз? Ол Айдахар. Берген тапсырмаңызды орындадым. Балаларды тоқтаттым. Енді олар таудың шыңына шыға алмайды. Шыға алмайды дейсің бе?
тәй-тәйді көріңіздер. Сүйікті сериалыңызға жазылып, қоңырауды басыңыз. Жаңа бөлімдерді жіберіп алмау үшін.